Тышқандар. Қамбаға бас сұқса ақ, мысық бас салып, ажалға тап бола берген соң, тышқандар оңаша бір қуысқа жиналыпты да кеңес құрыпты. Жауыз мысықтан қалай құтыламыз? Депті. Мәжілісті басқарып отырған тышқан. Бәрі үнсіз ойласып, амал іздей бастапты. Әрі ойланып, бері ойланып, ешқандай шара ойларына түспепті. Сөйтіп, дал болып отырғанда, мысықтың мойнына қоңырау тағып қоялық, депті бір тышқан білгішсініп. Сонда оның келе жатқан алыстан естіледі. Біз дыбысын ести сала тығылып үлгереміз. Бұл кеңеске бір кәрі тышқан мысқылдай күліп былай депті. Жарайды, солай-ақ істейік. Дал болған тышқандар амал табылғанына қуанып, солай істейік деп дауыстап жіберіпті. Бұлардан кәрі тышқан: сонда мысықтың мойнына қайсың барып қоңырау тағасың? Деп сұрапты. Тышқандар не айтарын білмей үрпиісіп қалыпты. Сөйтіп тышқандар күні бүгінге дейін мысықтан құтылудың амалын таба алмай келеді екен.